Қыздареки, бұйырса қазір мега бюджетный торт пісіретін боламыз. Өте қолжетімді, өте дәмі өте керемет шығатын торт пісіретін боламыз. Үйдегі бар затпен пісіруге болады. Мына жерде қазір тек 2 жұмыртқаны қосамын. Сосын сүт, шекер, шемішкі май, сосын ұн, какао и жаңағыдай разрыхитель саламыз. Негізі пищевой сода, уксус деп жатады ғой, мен не советую. Разрыхитель салыңыздар, сонда торттарыңыз көтеріліп, күшті болып шығады. Ал, кеттік, бастайық. Осыған сразу шекерін араластырып, сразу сүтін құйып жіберсеңіздер де болады. Сразу шемішкі майын салып, и осыған сразу какао порошогын мен 2 қасық салдым толтырып, и 1 қасық қамыр қопсытқыш салдым. Сосын енді ұн салатын боламыз. Осымен 1 стакан ұн жетеді. Менің мына бакалым 200 граммдық бакал. Бәрін солай өлшеп алғам. Қамырлар, ұндар әртүрлі болады. Менің мына нем сұйық болып қалған себептен мен тағы да 100 граммдай ұн салатын боламын. Мынандай сұйықтықтар бұл қазір арасы су болып піспей қалады. Сол үшін әр ұнның несі әртүрлі. Сол үшін нелеріңізге қарап, қоюлығына қарап солай салатын боласыздар. Осындай қоюлықта болу керек. Осындай қоюлықта болу керек. Енді осыны қазір 170 градуста 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Оны енді сіздердің пештеріңізге қарай. Пештің де нелері әртүрлі болады. Пешті алдын ала қыздырып қойдым. Тез дайын болатын боласын. Енді осы 170 градусқа салып, қойып жатырмын. Қанша минут пісетінін сіздермен тағы бөлісетін боламын. Енді манағы тортымызға тестасы пісіп, мұздап тұр, соған крем жасайтын боламыз. Енді оған сіздер қандай крем жасасаңыздар да болады, бірақ мен мына творожный сыр мен сгущенка екеуін араластырып жаққым келіп тұр арасына, дәмі күшті болу үшін. Енді осыны мен қазір блендермен араластырып алайын. Бір Қазақстан шоколадқа 100 граммдай сливке қосамыз. Сөйтеміз қазір неге ертіп аламыз микроволновкаға. Міне қыздареки, мынаны осылай кесіп қойдым. Енді қазір осының мынаны қойып, жаңа крем жағатын боламыз. Кремін көптеу жаға бергендеріңіз жақсы.
Неге десеңіздер, кішкене 1-2 сағат тұрып, крем сіңсе, дәмі күшті болады. Дәл осылай бір 10-15 минут қойып, қазір бетіне шоколадын құятын боламыз. Шоколады да дайын тұр. Міне шоколадымызды ертіп алдық. Енді осыны қазір үстіне құйып шығатын боламыз. Осыны осылай бетіне тегістеп жағып шығамыз. Нағыз осының рецептісі керек, өте қолжетімді екен десеңіздер, YouTube каналыма өтіңіздер. YouTube каналымда осының рецептісінің барлығын тастап кететін боламын. И ол жерде кәдімгідей ап-анық қылып, бәрін үтір нүктесіне дейін түсірілген. Сол жерден қарасаңыздар, өкінбейсіздер. Біздерге ас болсын, сіздер жасап көріңіздер, сәттілік. Қазір мұздасын кішкене арасында ашып көрсететін боламын, сіздермен бөлісетін боламын. Үй жағдайында жасалған осындай күшті торт. Нағыз бұны тортты жасай алмайын дейтін қыздардың өзі жасай алады. Өте керемет, қараңыздар, сочный прям. Кремінің өзі прям өте дәмді, еще шоколадный дәмі бар кәдімгідей. Нағыз осының рецептісі керек, маған ұнайды дейтін болсаңыздар, YouTube каналыма өтіңіздер. Посттың астында осының рецептісінің бәрін сіздермен бөлісіп кететін боламын. Өз ойларыңызды қалдырып, жаңалдегі маған жазылып, ұнап жатса лайктарыңызды басып кетіңіздер. Бірінші болып шыққан рецептісін сіздер болып көретін боласыздар.